Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгін біз Қазақстандағы үлкен пошта желісі Қазпоштаның жұмысына куә боламыз. Күн сайын жүздеген хаттар мен сәлемдемелер, зейнетақы мен төлемдер осы жүйе арқылы халыққа жетеді. Ал соның артында кімдер тұр? Қандай мамандар еңбек етіп жүр? Былайша айтқанда, пошта қызметкерлерінің тыныс-тіршілігімен танысамыз. Олар қалай жұмыс істейді? Мамандықтардың ерекшеліктері қандай? Және тағы сол сияқты сұрақтарға жауап береміз. Бүгінгі шығарылым пошта қызметкерлеріне арналады. Ендеше кеттік. Қазақстандағы пошта қызметінің тарихы өткен ғасырдың 90-шы жылдарынан бастау алады. Ал бүгінгі Қазақстанның ұлттық пошта операторы елдің барлық өңірінде қызмет көрсететін бірегей жүйе. 20 мыңнан астам қызметкердің арқасында пошта ауыл аймаққа дейін жетеді. Қазір Қазпошта акционерлік қоғамы тек хат пен сәлемдеме емес, банк қызметтері мен цифрлық сервистерді де ұсынады. Бұл сұрыптау орталығы поштаның жүрегі десек болады. Себебі мұнда әр сәлемдеме, әр мекен жайға сұрыпталып, кейін курьерге жеткізуге жіберіледі. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Ал енді өзіңіздің жұмысыңыз туралы, жалпы осы сұрыптау бөлімі туралы айтып өтсеңіз. Міне бізге отделение осы сұрыптау орталығына таңертең Алматыдан посылкалар келеді, почта келеді, оны біз сортировать етеміз. Міне крупногабаритный посылкаларды біз уже жасап қойдық. Енді міне мешоктарды ашып сортировать етіп жатырмыз. Отделение ауыл-ауылдарға бөліп жатырмыз. Міне Гүлбаршын тәте оны түгел сортировать етеді. Сонан кейін біз уже заделка жасаймыз. Мешоктарға жасаймыз да, уже ауылдарға жібереміз. Вот очередь. Қалай сұрыптайсыздар? Ауыл-ауылды, мекен-жай бөлінше, каждый адрестармен жібереміз. Демек, бұл тек қана осы ауылдағы сәлемдемелер? Осы Илийский районның осы почтасы. Бөлеміз осы отделенияларға, көрдіңіз бе? 27 почта бар, отделение бар. Вот сол ауылдарға соны сұрыптап отырмыз қой. Осыны сонан кейін жасаймыз да мешок. Сонан кейін уже түсте почта бізге сол ауылдарға барады. Жібереміз сол почтаны. Күнделікті әр қарай болады. Понедельник күндері бізге енді почта көп болады, потому что екі күннің почтасы 100 мешок келеді, 90 мешок келеді. Қалған күндері 70-60 күнделікті сондай мешоктар келеді. Посылка, міне крупногабаритный посылкалар тоже көп келеді. Күнделікті 150, 170, 200 общий количество зат келеді бізге. Осы Илийский районда бізде объем жақсы көп. Міне кісі бізге газет сортировать етеді. Міне журнал, газетті сортировать етеді. И осы посылкаларды түгел осы кісі сорттайды. Мынау Өтегендікі. Өтеген. Бақа Өтегенге. Демек, әр көше бойынша өзінің... Көше әр ауылдың өзіне салам. Өзінің несі, 27 ауыл бар, соның Ащыбұлақ, Чапек, Жетеген, Алатау, Көкқайнар дейді. Соларға әр мешекті өзіне өстіп сорттаймыз. Мешектен келеді. Өзіңіз туралы бір қысқаша айтып өтсеңіз, қанша жылдан бері жұмыс жасап жатырсыз? Мен осында істегелі. Ең көп осы Қазпоштада жұмыс істеген қызметкер ретінде. 20 жыл болды осында істегеніме. Сол басынан осы сұрыптау бөліміне келдім. МС келеді, оларды да тез жету керек. Сол уақытында қаптап сағат 10:30-ға дейін бітіреміз осы бармеміз. Одан кейін балалар ауылға кетеді, ауылға. Онан қайтып келгенде тағы да біз қалаға сорттаймыз. Күнделікті таңертең келеді? Күнде таңертең келеді, таңертең күнде осылай істейміз. Кешкі жақын олар о жақтағылар да келеді. О жақтағы почталарды Ащыбұлақ, Чапек, Жетеген, Байсерке деген сияқты. Солардың жібергендер біз қайтадан қалаға жібереміз. Жалпы қалай келдіңіз осы салаға? Тыңдала көшесі? Келгенде басында осында жұмыс іздеп жүрдім да тауылда, сонан үйренісіп кеттім. Биыл Қазпошта акционерлік қоғамының құрылғанына 32 жыл толып отыр. Бүгінде ұлттық пошта операторы 3 бағыт бойынша қызмет көрсетеді. Олар пошталық, қаржылық,
және агенттік қызметтер. Пошталық қызмет түріне жаңағы біздің посылкаларымыз бар, сәлемдемелеріміз бар, хаттарымыз бар, соның барлығы жаңағы пошта қызмет түріне жатады. Екінші қызмет түріміз бұл біздің қаржылық қызмет. Бұған жаңағы коммуналдық төлемдерді қабылдау, жаңағы зейнеткерлердің пенсиясын беру, жаңағы зарплата беру деген, жалақыларын беру деген сияқты соның барлығы пошталық қызмет түріне жатады. Және агент қызмет түрі бар. Бізде бұл үшінші жаңағы бағыт. Бұған біз жаңағы кредит береміз, рәсімдейміз, жаңағы страхование, жаңағы сақтандыру, сол бойынша жұмыс жасаймыз, депозиттер ашамыз. Соның барлығы бізде агенттік қызмет түріне жатады. Поштадағы ең белсенді қызметтің бірі курьерлік қызмет. Курьерлердің арқасында тұрғындар сәлемдемені бөлімшеге бармай-ақ үйінен қабылдап алады. Бұл уақыт үнемдеудің тиімді жолы. Бұл маманның жұмысы оңай емес. Ол күн сайын ондаған мекенжайға барып, тапсырысты уақытылы жеткізуі тиіс. Мен де курьермен бірге тапсырыс жеткізіп көрдім. Күннің ыстығында сабылып, кейбір мекенжайды таба алмай біраз қиындығын сездім. Біздің жұмысымыз таңғы 9-дан басталады. Поштаға келеміз. Елдің сәлемдемелеріне бірінші хабарласамыз. Үйінде болса, поштадан алып, үйіне дейін жеткізіп береміз. Біз қазір поштадан шықтық, сәлемдемелерімізді алып, енді тұрғындардың мекенжайымен кетіп бара жатырмыз. Апарып бергенде біз қолымызда доставшы листіміз болады. Сол мен барамыз, қолын қойдырып, иінін жазып, сәлемдемесін беріп қайтамыз. Неке ағамыз айтқан мекенжайға келдік, қазір клиентқа сәлемдемесін тапсыратын боламыз. Саламатсыз ба? Неке сіздің тапсырсыңыз, төлі құжатыңызды бола ма? Тексеріп алу керек, нөмірімен. Манапаға Сандырус. Енді бұл жерге қолыңызды қойсаңыз. Қоңыр үйлер қоям ма? Қарама қасында ма? 29. Хорошо. Барғанда звондаймын. Су қоясыз қоям. Сәлемдемеңіз, мына жерге иініңізбен қолыңызды қоя салсаңыз. Қазпочта арқылы бізде протезный заводтан келеді, Алматыдан. Осы уақытқа дейін енді қанша жыл болды істеп жатырмыз. Бірде-бір зат жоғалған жоқ. Соған өзім ризамын. Молодец, уақытында барлығы вовремя келіп жатыр. Қазпоштадағы ең жауапты әрі қауіп-қатері мол жұмыстардың бірі инкассатор қызметі. Олар күн сайын ондаған пошта бөлімшесін аралап, ақша қаражатын тасымалдайды. Зейнетақы, жәрдемақы, төлемдер мен сәлемдемелерге түскен қаржы барлығы осы мамандардың жауапкершілігінде. Инкассаторлардың жұмысы арнайы тәртіпке бағынады. Бұл мамандық физикалық шыдамдылықта ғана емес, темірдей тәртіп пен жоғары жауапкершілікті талап етеді. Себебі олардың қолындағы әрбір сөмке халықтың маңдай термен тапқан ақшасы. Көпшілікке инкассатордың еңбегі көріне бермейді, бірақ поштадағы қаржы айналымының тұрақтылығы осы мамандардың жұмысының нәтижесі. Инкассатор тек қаржы күзетшісі ғана емес, халықтың сенімін арқалаған қызметкер. Сондықтан бұл мамандықтың ең басты ұраны тәртіп, сенім және қауіпсіздік.
Қазпошта бөлімшесіне келген азаматтар ең алдымен талон шығаратын терминалға келіп тоқтайды. Бұл цифрландырудың алғашқы қадамы. Яғни бұрынғыдай терезенің алдында иін тіресіп, кімнің кезегі екені белгісіз ұзақ күтіп тұрмайсыз. Демек, терминал сізге қажетті қызметті таңдатып, электронды кезек береді. Бұл өз кезегінде азаматтардың жүйкесі мен уақытын үнемдейді. Жаңашылдықтар енді біз жылдан жылға жаңағындай цифровизация өміріне жаңағындай ауысып келе жатырмыз ғой. Электрондық жаңағы очередтер солар бар. Және де мына посылка сәлемдемелер келген кезде сәлемдеме заказ берген адамға SMS келеді. Сәлемдемеңіз жетті, осы жерге келді, жаңағындай адрес жазылады. Ол сәлемдеме қай жерде тұр, қандай ячейкада тұр, қандай рядта тұр, соның барлығы жаңағы клиентке келіп отырады. Клиент келеді дағы өзінің сәлемдемесін кіріп, супермаркет деген бізде сәлемдемелер посылкасына кіреді дағы, өзі кіріп, өзі тауып алып, жаңағындай қыздарға документін көрсетіп алып кете береді. Бұрындағыдай очередта тұру деген ондай азайды қазір жаңағы. Сондай нелер қосылып жатыр, жыл сайын программаларымыз ауысып жатыр деген сияқты. Енді цифровизацияға қарай жұмыс жасап жатырмыз бағытта. Поштадағы маңызды мамандықтардың бірі байланыс операторлары. Өйткені бөлімшеге кірген әрбір тұрғынды ең алдымен қарсы алатын осы мамандар. Халықтың өтінішін тыңдап, дұрыс бағыт-бағдар беретін де оператор. Сәлеметсіз бе, қандай көмегіңіз қажет? Жақсы түсіндім, иініңізді айта қойыңыз. Олардың міндетіне сәлемдеме қабылдау, хат жөнелту, коммуналдық төлемдер мен ақша аударымдарын жүргізу кіреді. Бір күнде жүздеген клиентке қызмет көрсету оңай емес. Әр құжатты рәсімдеу, әр сәлемдемені жүйеге енгізу уақытты да, зейінді де қажет етеді. Бір қате, дұрыс толтырылмаған бланк немесе қате таңдалған код бүкіл сәлемдеменің кешігуіне себеп болады. Сондықтан қалған жұмыстарды кәсіби маманға тапсырғаным дұрыс болды. Байланыс операторларының жұмысы тек қағаз бен қорап емес, адамдардың сенімі. Біреуін қуантады, біреудің қуанышын жеткізеді. Сол үшін бұл мамандықта ұқыптылық, шыдамдылық және клиентке деген сыйластық басты қағида. Әр адамға жаңағы подход дейді ғой, жаңағы табуымыз керек. Сол себепті таңертең келеміз, жақсы жаңағы настроениемен, көңіл күй дейді ғой, сонымен. Кешке кішкене шаршап қайтамыз. Сол да бізге өзімізге бір бақыт, сол да бір жаңағы көңіл күй сыйлайды бізге. Қиындықтары дейсіз бе? Енді әйел адам болғаннан кейін пошта саласында жаңағы ауырлығы кішкене посылка көтеру. 14 килограмм, 20 килограмм посылканы енді қабылдаймыз. Әйел адам болғаннан кейін көтеру сол жағы қиындау. Жаңағы бізде IT маман дейді ғой, жаңағы солар жоқ кезде енді білек сыбана өзіміз кірісеміз. Өйткені тезірек клиенттерді жіберуге тырысамыз. Жаңағы принтер деген істемей қалады, печатқа шықпай қалады деген сияқты сондай нәрселерді күтіп отырмай өзіміз ретке келтіруге тырысамыз. Жұмысыма енді жақсы келемін өзім. Қуанышпен, жаңағы сергек, жаңағы бәрін көңілін көтеруге тырысамын. Бәрі жақсы болса екен деймін, бәрі жаңа порядок дейді ғой, бәрі ұқыптылықты жақсы көремін. Жұмысқа 9-ға 15 минут қалғанда келемін, 9-ға 15 минут қалғанда касса ашып, уже келген клиентті күліп қарсы алуға тырысамыз. Мен қазір Қазпошта қызметіне жүгініп шықтым. Коммуналдық төлем төледім. Кассада қыздар сапалы әрі жақсы қызмет көрсетті. Қазпошта қызметіне ризамын. Ары қарай да жұмыстары табысты жүре берсін. Рахмет Қазпоштаға. Көпшілігіміз поштаға кіргенде тек операция жасаймыз да шығамыз. Ал осы қызметтің артында тұрған адамдардың күнделікті еңбегі халыққа қол жетімді, сенімді қызмет көрсетуді қамтамасыз етіп отыр. Қазпошта жүйесінде жұмыс істейтін барлық мамандардың өздерінің атқаратын маңызды рөлі бар. Солардың бірі
кейінгі бақылау бөлімінің мамандары. Жүйедегі жұмыстардың барлығы осы бөлімге есеп болып түседі. Мұндағы мамандардың міндеті жұмыстың барысын қадағалап, кемшіліктерді түзету. Кей кездері өздеріне қарасты бөлімшелерге барып, барлық процесті өз көзімен бақылау. Бұл жерде тұрғын адамдармен жұмыс жасайды. Сол өзіме жақын болды. Өйткені банкта да мен осы салада қызмет істегенмін. Сондықтан да мен осы салаға келгенім бір себебім осы. Енді екіншіден тоже ешқайда ауыспаған, бір жерде істей берген адам болғаннан кейін, енді осы почта саласында зейнетке шығуды ойлап, осы жерде қалғаным осы. Өзіме ұнайды жұмысым. Өзім осы жерде менің ең бір қажетті адам деп өзімді санаймын. Өйткені мен осы жердегі осы РУПСқа, Еле ауданның РУПСына қарайтын бүкіл ОПС-тарға енді мен жауап беремін, отчеттарын тексеремін, соларға ревизияға шығып тұрамын дегендей, енді солармен жұмыс жасаймын. Қалаған жұмысыңды сондай бір сүйіспеншілікпен атқарсаң, енді оның қиындығы болмайды. Кез келген ірі ұйымның тұрақты жұмысы бухгалтерияға тікелей байланысты. Поштада да бұл бөлімнің маңызы зор. Мұндағы мамандар негізінен заңды тұлғалармен жұмыс істейді. Көпшілікке олардың жұмысы көрінбеуі мүмкін. Алайда күнделікті адал еңбектің нәтижесінде тұтас жүйе жұмысы өрге басып келеді. Осы Қазпочта саласына 2021 жылдан бастап жұмысқа кірдім. Негізі басында кірген кезде астына оператор болып кірген болатынмын. Яғни халықпен жұмыс жасадық. Содан 8 айдан кейін осы бухгалтерияға ауыстырды. Тәжірибеңіз жеткілікті, бухгалтерияға ауыссаңыз болады деп. Бізде Қазпочтада біз өзіміздің зданияларымызды арендаға береміз. Және кейбір зданияларды біз өзіміз арендовать етіп отырмыз частный нелерде. Қазір юрлицамен жаңағындай КХ, ИП, ТО-лармен жұмыс жасаймыз. Күнделікті жұмысымыз сол кісілердің возвраттарын қайтарамыз, қайтармақшаларын, жоғалтқандарын тауып береміз, бір сөзбен айтқанда. ИП, КХ-лар келіп ақша снимать етеді. Өздерінің атына келіп түскен ақшаларын үшеміз, кредиттарын төлейміз. Ол кісілерде жаңағындай өздерінің жұмыскерлеріне жаңағындай келіп налогтарын төлейді. Пенсионка, подоходный медстраховка деген жұмыстар бар, соларын төлейді. Жалпы жұмысымыз түсінген адамға қызық емес, шығының ортасында жүрміз қазір салада. Любой жерде қиыны да, оңайы да бар негізі. Түсінген адамға негізі жалпы коллектив жағы жақсы да бізде. Басшымыз жақсы, біздің өзіміздің ортамыз жақсы. Бір кабинетте 3 адам отырамыз, біздің бас маман бар, 2 жетекші маман бар. Ең маңызды дүние, любой жұмысқа барған кезде коллектив жақсы болған дұрыс. Мейлі хоть қай жерде істесін. Бізде Қазпочтада жаңағындай сондай бір басқа нелер сияқты 500 мыңдап зарплата жоқ, кішігірім зарплата, зато коллектив адал бір-бірімізге. Адалдық бірінші орында бізде. Қазпошта еліміздің әр өңірінде қызмет көрсететін үлкен жүйе. Ал бұл жүйені іске асырып тұрған қарапайым еңбек адамдары. Бірі таң атпай курьерлік қызметке шығып, сәлемдемені уақытылы жеткізеді. Ал екіншісі оператор болып күні бойы жүздеген клиентке қызмет көрсетеді. Ал бухгалтерлер мен жоспарлау бөлімінің мамандары бүкіл қаржы айналымын қадағалап, мекеменің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Бұлардың барлығын біріктіретін бір нәрсе бар: адалдық пен жауапкершілік. Хат хабарды уақытында жеткізу, төлемді дұрыс рәсімдеу, ірі кәсіпорындармен жұмыс істеу, осының барлығы қырағылықты талап етеді. Қазпоштадағы әр мамандық халыққа қызмет етудің бір қыры. Ал осы еңбектің нәтижесінде елдің түкпір-түкпірі бір-бірімен байланысып жатыр. Біз әдетте поштаны тек хатпен сәлемдемені жеткізуші деп білеміз. Бірақ оның артында мыңдаған маманның еңбегі бірнеше шақырымды еңсеріп, жүздеген сәлемдемені жеткізіп жүрген жандар тұр. Олар бүкіл елді біріктіретін алтын көпір. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық.